Бауырды емдейтін супер дәріні білесіз бе? Тура 1 айдан кейін бауырыңыз тап-таза болады. Құрметті оқырман, алдымен арнамызға жазылып, қоңырауша батырмасын басып қоюларыңызды сұраймыз. Сіздердің болмашаған әрекеттеріңіз арнамыздың дамуына үлкен үлесін қосады. Бауырдың жұмысы нашарласа, бүкіл ағза тозады. Себебі біздің өміріміз үшін үлкен маңызға ие. Ол ағзаға түскен А, Б, С, Д, К дәрумендері мен фолий қышқылын реттеуге қабілетті. Сізді қандай да бір дерт мазаласа, алдымен бауырды тексертіңіз. Оның жұмысын қалпына келтірмей, аурудан айығамын деп ойлаудың қажеті жоқ. Сондықтан үй жағдайында бауырды мына әдіспен емдеңіз. Сұлы бауырды емдейтін супер дәрі. Оған қоса тазалайды, жұмысын жеңілдетеді, қабынуды басады. Сұлы бауырға аса қажетті биологиялық құрамға өте бай. Нақтырақ айтқанда, глютамин, жасұнық, май, темір, алкалоид, эфир майы мен магний тапшылығын реттейді. Сұлыны біз ұсынған әдіспен дайындап ішсеңіз, бауырды да емдейді. Одан бөлек қан тамырды тазалайды, холестеринді азайтады, қандағы қантты реттейді, қан айналымын жақсартады, әрі қан қысымын қалпына келтіреді. Бірінші әдіс. 250 грамм тазартылмаған сұлыны ыдысқа салыңыз. Үстіне 4 литр салқын су құйып, отқа қоясыз. Орташа отта тура 1 сағат қайнау керек. Осыдан соң ыдысты оттан алып қоясыз. Бөлме температурасында салқындаған кезде сүзіп, шыны ыдысқа құйыңыз. Ем ретінде 250 мл-ден күніне 3-4 рет ішіңіз. Емді тамақтанудан алдын балмен бірге қабылдайсыз. Ескерту: емдік сусынды ішетін кезде жылытасыз. Екінші әдіс. Ұйқыға жатар алдында 2 стакан сұлыға қайнаған су құйып, бетін жауып қойыңыз. Таңертең сүзіп алып 150 мл-ден ішесіз. Емді күніне аш қарынға 2-4 рет қайталау керек. Емделу ұзақтығы 2 ай. Осы уақыт өткен соң 2 апта үзіліс жасап, емді тағы да қайталаңыз. Ескерту: татымы ұнамаса, суға аз мөлшерде майсыз сүт немесе таза бал қосуға болады. Үшінші әдіс. 100 грамм сұлыны 1 литр суға салып, төмен температурада қызып тұрған пешке қоясыз. Тура 4 сағаттан соң артық суын сырғытып төгесіз. Дайын қоспаны 250 мл-ден қабылдайсыз. Артығын шыны ыдысқа салып, тоңазытқышқа қою керек. Емделу мерзімі 2 ай. Емнен соң 1 ай үзіліс жасап, тағы да қайталау керек. Төртінші әдіс. Ыдысқа 250 грамм сұлы мен сонша мөлшерде қайнаған су құйып, отқа қоясыз. Баяу отта 30-40 минут қайнау керек. Осы уақыттан соң қайнатпаға тағы да 250 мл су құйып, оттан аласыз. Қақпағын жауып, жылы орап қойыңыз. Шамамен 3-4 сағаттан соң дайын болған қайнатпаны сүзіп алып, 50 грамм бал мен жарты лимонның шырынын қосыңыз. Енді ем ретінде 250 мл-ден тамақтан алдын ішіңіз. Емді күніне 3 рет 1 ай бойы жүргізіңіз. Өздеріңіз білетіндей, сұлы бауырдың жұмысын жеңілдетіп, улы заттардан тазалайтын қасиетке ие. Ем кезінде мейлінше диета ұстап, құрамы Б, С, Е дәрумендеріне бай тағамды тұтыныңыз. Сіздермен бөліскім келгені осылар еді достар. Пайдаланып көріңіздер, ем болсын, ауырмаңыздар. Келесі видеоға дейін аман сау болыңыздар.